Дәрігер мамандар 15 пен 19 жас аралығындағы жасөспірімдер қызылшаға қарсы міндетті түрде егу қабылдауы тиіс деп санайды. Өйткені соңғы кездер тек біздің республикамызда ғана емес, көршілес елдердің өзінде жұқпалы ауру 10 есеге өсіп отыр. Елімізде 2000-нан аса баланың осы жұқпалы аурумен ауырғаны тіркелген. Сондықтан республикамыздың көлемінде қазанның 1 мен 15 аралығында ауруға қарсы егу басталады. Вакцина и растворитель к ней были протестированы по 22 показателям. Вакцина признана по всем показателям. Вакцина 22 көрсеткіш бойынша сынақтан өткізілді. Ол нормаға сәйкестігі анықталды. Және біз бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымынан хат алдық. Онда біздің еліміздің бас санитар дәрігеріне, денсаулық сақтау вице-министріне республикамыздың аумағында қолданатын вакцинаның қауіпсіз екендігі хабарланған. Қызылша ауру өте жұқпалы ауру, онан сақтанудың бірден-бір жолы егу қабылдау. Алайда осы жылдың ақпан айында Теміртау медициналық колледжінің егу қабылдағаннан кейін 18 студент жағдайлары қиындап ауруханаға түскен болатын. Осы жағдайдан кейін көпшілік ата-аналар балаларына егу қабылдауына алаңдаушылық танытуда. Алайда дәрігерлер қызылша ауру өкпенің қабынуы, орталық нерв жүйесінің зақымдайтындығын ескертеді. Сондықтан қызылшадан сақтанудың бірден-бір жолы егу қабылдау деп отыр. Өзіміз национальный календарь бар. Сол национальный календарға қарағанда бізде балалар 1 жаста, 5 жаста вакцинаны алады көрден. Содан кейін 5 жаста алса, 10 жылға иммунитет жетеді. 10 жылға. Енді 15 жастағы балалар, 16 жастағы все уже иммунитет жоқ ішінде. Поэтому олар дайын уже ананы заболеваниені могут заболеть, конечно, могут заболеть. Сондықтан біз именно 15 жастағы баланы аламыз вакциналарға. Теміртау қаласы бойынша 4000 жасөспірім егу қабылдауы тиіс. 40 оқу орны, оның ішінде 31 орта мектеп, 8 арнаулы оқу орындары мен 1 жоғарғы оқу орнында оқитындар. Осы оқу орындарының барлығында егу жасайтын бөлмелер әзірленген. Ал 4-ші қалалық емханада 5 бригада құрылып отыр. 1121 жасөспірімге егу жасау жоспарланған. Бізде мысалы 4-ші поликлиника, 13 мектепте 2 колледжде жасаймыз. Бізде 5 бригада болады. 5 дәрігер, 5 медсестра, 5 психолог жүреді. Соның ішінде әрине мен өзім болам. Біз баланы оле қараймыз. Егер шағымдар болса, оны сұраймыз. Содан кейін әр балада өзіне амбулаторная карта болады, либо паспорт здоровья оны дейміз, соған жасаймыз. Егер балада противопоказания болса, метод вот оны дейміз, сол балаға жасаймаймыз. Егер бала сол күнде 1-ші қазанда, немесе 2-ші қазанда, или ары қарай 15-ші қазанға дейін егер ауырса, сол балаға біз тоже жасаймаймыз. Егер балада хроническая инфекция болса, сол обострение болса, тоже жасаймаймыз. Неге десеңіз, бізде постоянные противопоказания бар и временные противопоказания. Соны, конечно, біз қараймыз, тексереміз. Жасөспірімдерге егу жасау ата-аналарының рұқсат арқылы ғана жүргізіледі. Әрі олардың балаларының қасында болуларына да рұқсат беріледі. Жалпы егу барысын министрліктер мен денсаулық сақтау басқармаларының өкілдері бақылайтын болады. Және егу қабылдағанның баланы дәрігерлердің өздері де бақылауында ұстайды. Неге десеңіз, бұл вакцина, живая вакцина. Ішіне кіреді ғой, ответная реакция болады. Ответная реакция ол неден болады? Ол как раз таки иммунитет, егер жақсы болса иммунитет, то аса басы ауырмайды, аса температура болмайды, аса высыпание болмайды. Егер иммунитет төмен болса, егер бала постоянно ауырса, конечно, онда и басы да ауырады, и кішкене температурасы болады 38 дейін, и ары қарай, и кішкене нелер высыпаниясы болады. Ондай болады жағдай. Бірақ біз оны тексереміз. 10 күннің ішінде біз оны тексереміз. 3-ші күнде, 5-ші күнде, содан кейін 8-ші, 10-ші күнде біз барып тексереміз баларында. Егер температурасы өте жоғары болса, скорый шақырады. А так біздің поликлиникаға келуге болады.